Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әлемге әйгілі синнабон булочкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен булочкаға апара дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, шамалы қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа ұнымызды саламыз. Оның үстінен ашытқымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бізде дрожжымыз бен ұнымыз жақсы араласса, апарамыз да жақсы көтерілетін болады. Енді сүтіміздің үстіне осы ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылайынан видеода көріп тұрғандарыңызда шетінен салып, осындай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір келкі болуы керек. Бізде масса осындай болып шығады. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің апарамыз көтерілуі керек. Міне бізде 20 минуттай уақыт өтті. Қарасаңыздар, апарамыз көтерілген. Енді басқа ыдысқа 2 дана жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Біздегі қант еруі керек. Одан кейін алдыңғы дайын тұрған апарамызды саламыз, және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды осындай електің көмегімен өткізіп аламыз. Егер де електің көмегімен өткізсеңіздер, өте жұмсақ, сондай әдемі қамыр болып шығады. Алдымен осындай қалақшаның көмегімен араластырамыз, одан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илеміз. Бізде осындай масса болған кезде үстелдің үстіне қойып, ұнымыздың барлығын сеуіп, видеода көріп тұрғандарыңызда 2 қолымызбен қамырымызды жақсылап тұрып илейміз. Сол кезде бізде өте жақсы қамыр болып шығады, қолға жабыспайтын, бірақ өте жұмсақ қамыр болады. Мұндағы бізде процесс осы қамырдағы артық сулардың шығуы керек. Мінекей осылайынан қолымызбен жақсылап илесек, бізде дәл осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді осындай ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағаттай қойып қоямыз, жақсылап көтерілуі керек. Міне қамырымыз көтерілді, енді шамалы ұн сеуіп, қайтармаймыз. Осылай бір дегеннен үстелдің үстіне қамырды қойып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4 жағынан тартамыз. Яғни қамырымызды біз 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Қатты баспай, ақырын оқтаудың көмегімен осылайынан 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Құрметті достар, құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Төменде еще деген жазудың үстінен бассаңыздар, осы құрамына керекті барлық рецептісін жазып қалдырдым. Міне қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп жайып алдым. Енді ортасына осындай қант пен корицамызды араластырып аламыз, және де осындай бөлме температурасында еріп тұрған 82%-тік сары майымызды жақсылап тұрып жағамыз. Қолмен жаққан өте ыңғайлы, сол себептен осылайынан жаға беріңіздер. Енді алдыңғы қантымыз бен корицамызды араластырып қойдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылайынан сеуіп шығамыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Төмендегі подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Мінекей енді видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырын ораймыз. Жіңішке қалың болған жақтарын осылайынан қолымызбен бір келкі формаға келтіреміз. Енді осылай пышақтың көмегімен бірдей 2,5-3 сантиметрдей етіп өлшеп аламыз, және де осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жіптің көмегімен осылайынан кесеміз. Егер пышақтың көмегімен кессеңіздер, бізде әдемі форма шықпай қалады. Сол себептен жіппен кескен өте ыңғайлы болады. Міне достар, бізде бірінші булочкамыз дайын болды. Енді видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Келесі булочканы кесетін боламыз. Осылай жіптің көмегімен кесіп аламыз. Менде мына жерде 3 сантиметрдей кестім. Енді осы ең шеткі бөлігін алып, міне видеода көріп тұрғандарыңыздар, осы шеткісін алып тартып, астына қарай, мінекей астына қарай
қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтерілген кезде ең шеткі бөлігі былай жанына қарай кет қалмас үшін осылай астына қарай қойсаңыздар, булочкаларыңыз енді әдемі көтерілетін болады. Жинақы өте әдемі көрінетін болады. Мінекей келесін тағы да көрсетейін. Осылай шеткісін алып тартып астына қарай қайырып қоямыз. Дәл солайынан барлық булочкаларымызды жасап шығамыз. Енді жылы сүлгіні бетіне жауып, тағы да 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Оға дейін біз бетіне крем жасаймыз. 250 грамм осындай маскарпоне немесе творожный сырымызды саламыз. Шамалы сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді бетіне кәдімгі қант ұнтағымызды салып, тағы да араластырып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сіздер творожный сыр болмаса, кәдімгі қаймақты қолдансаңыздар да болады. Енді синнабонный булочкасы дәл осы кремнің көмегімен өте дәмді, керемет болады. Міне бізде осындай орташа қою, осындай масса болып шығады. Енді біздің булочкаларымыз міне көтеріліп шықты. Қарасаңыздар, енді астына қарай қайырсаңыздар, осылай әдемі болып көтеріледі. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Одан көп ұстамаңыздар, булочкаларыңыз қатты болып қалады. Мінекей біздің синнабонный булочкаларымыз дайын болды. Қарасаңыздар, енді жұмсақ үлпілдек болып тұр. Дәл осылай ыстықтай күйінде біз кремімізді жағып шығамыз. Сол кезде креміміз булочкаға сіңіп, енді керемет болады. Дәл осылайынан барлығына кремді жағып шығамыз. Міне достар, осымен біздің синнабонный булочкамыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міне қарасаңыздар, енді өте жұмсақ, үлпілдек, дәмі енді керемет болып шықты. Қарасаңыздар, енді ортасы да өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.